Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді, әлемдердің Раббысы, мейірімді, рахымды, Аллаға сансыз мадақтар болсын. Тура жолды нұсқаушы, асылда сүйікті пайғамбарымыз біздерге қалай ораза ұстау керек екенін көрсетіп кеткен. Пайғамбарлардың падишасы Мұхаммедке, о кісінің отбасына, сахабаларына, о кісіге игілікте елескен барша момын мұсылмандарға, сіздерге, біздерге Алланың есендігі, амандығы, нұры жаусын. Бүгінгі ұстаған оразамызды Алла қабыл етсін. Мынау Мәкеңнің беріп атқан ауызашар. Мына жерде машалла ресторан негізі 350 адамдық екен. Бірақ мына жерде Аллаға шүкір 400-450 адам аузын ашты. Демек, қоржындарыңызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай, кімде-кім қай бір мұсылманға ауыз аштырса, оған сол мұсылманның ораза ұстаған сауабы беріледі дейді. Демек, мына жерде 400-450 адамның ауыз бекіткен оразасының сауабын сіздер алдыңыздар. Қақта Мәкен қайда? Міне қақта отырың, болды. Алла қабыл етсін. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай сүйінші хабарды айтады. Енді біз мысалға ренжіп қаламыз ғой енді. Сонда мен өлейін деп кешке дейін ораза ұстайды екенмін. Соның сауабын Мәкең алып қояды екен деп. Сөйтсек пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, ұстаған адамның өзінде сол күннің оразасы қалады дейді. Бұлай қазақша айтайын, копировать ставить дейді ғой, ондай. Copy paste дейді ғой. Сол копировать етіліп, ставить етіледі ғой. Біздің оразамыздың сауабындай сол кісілердің несіне беріледі, еншісіне беріледі. Ораза ұстаушының ауызашардағы асқа кеткен тамағы ғибадат болып есептеледі дейді. Міне қазір біз тамақ ішіп отырмыз ғой, Аллаға шүкір. Тамырлар нәр алды, сусынданды, ішке бірдеңе барды деген сияқты. Осының барлығына ғибадат деп жазылады екен Алланың құзырында. Негізі тыныш отырып алсаңыздар күшті нәрселер шығады да қазір. Күтейік енді, асықпай бәріміз күтейік, құдағайлардың бәрі. Тынышталсақ бәріміз де тыңдай жеңілдеу бар. Қайқа келгенімізді ұмытып қалдық қой. Жақсы. Міне Рамазан айы, құрметті бауырлар, әпке қарындастар, Аллаға сансыз мадақтар мен мақтаулар болсын. Мына қазір келіп отқан сіздер жер бетіндегі Алланың данный время ең сүйікті пенделерсіздер. Неге? Себебі Алла тағала Рамазан келген кезде ауыздарыңды бекітіңдер деп бұйрық парыз қылып еді. Біз не істедік? Ләббайка я Алла деп, ей Алла, сенің айтқаныңа бойсынамыз деп барлығымыз аузымызды бекіттік. Дұрыс па? Аллаға ең қатты ұнайтын адам Алланың айтқанын істейтін адам. Дұрыс па? Аллаға ең қатты ұнайтын адам Алланың парызын орындайтын адам. Жылына бір-ақ рет келетін парызды ләббайка деп бар ықыласымызбен, шын жүрегімізбен Алладан келген парыз деп аузымызды бекіттік. Алла міне осы жердегі пенделерінің баршасын жақсы көреді деген сөз екен. Өйткені Алла осындай пенделеріне нені береді? Иманды береді екен. Өзіне бойсұншылықты нәсіп ететін пенделері Алланың сүйген пенделері болады екен. Өйткені патағанша фото бар. Бәсе. Бірдеңе айтқысы келіп жатса берейін деген ғой қайда. Не айтып жатырмын? Алланың сүйікті пендесі. Құрметті аға, кедергі жасамай уақытты қалыс, қазір тарауып басталып кетеді. Так, ойын бәрі шашырап кетті. Андай болып тұр ғой, Нұрлан Иман болып тұр. Не айтты? Не істеп кетеді дейді? Кімді сүйрейді дейді? Алланың сүйген пенделер деп айтып жатырмыз. Алла тағала айтады, пендем маған парыз амалдардан артық амалмен ешқашан жақындай алмайды дейді. Көрдіңіз ба? Ораза парыз деді ма, сол үшін Құдай не деді? Енді сұраңдар деді. Сұраңдар, күндізінде сұрасаңдар, күндізінде сұраңдар, күндізінде қабыл болу 200%. Түнінде ма, түнінде сұраңдар, түнінде 400%. Қабылдық дұғаның. Көрдіңіздер ме? Неге? Себебі пендесінің ораза ұстағандығы үшін, оның айтқанын тыңдағандығы үшін, бұйрығына бағынғандығы үшін
Алла да оның істеген, айтқанын істейді екен. Мына жерде барлығымыз отырмыз, бірақ не? Әрқайсымыздың бір кем дүниеміз бар ка мына жерде. Бәріміз сыртымыздан бір күшті әдем болып отырмыз енді. Аллаға мыңда бір шүкір, әдем болып жүре берейік. Бірақ қазір сөйлетсек әрқайсымызды, мына жерде тонны проблемалар менен уайымдар тұр қазір. Соның барлығының шешімін Алла тағала осы Рамазанда сұраңдар дейді. Мен сұрағандарыңның барлығын беремін дейді Алла тағала. Көрдіңіздер ме? 3 адамның дұғасы қайтарылмайды дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. 3 адамның дұғасы кейін қарай қайтарылмайды. Әке шешенің баласына тілеген дұғасы дейді. Жолаушының сапардағы дұғасы дейді. Сапарда жүрген кісінің дұғасы. Үшіншісі ауыз бекіткен кісінің дұғасы дейді. Көрдіңіздер ме? Алла тағала бізге ауыз бекітуді нәсіп етті, значит бізден тілекті де қабыл етуді нәсіп етеді екен Алла тағала. Сондықтан Рамазанның күнінде де түнінде де не істеуіміз керек? Аузымыздан тек жақсы сөз шығу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: Алла тағала жәннаттан ішінен сыртынан іші көрінетін інжуден, жақұттан салынған үйлерді дайындауда дейді. Ал кетті жәннатта Алла, әлемдердің Раббысы, бүкіл әлемді жоқтан бар еткен 18 мың ғаламның иесі Алла үй салып дайындап жатыр дейді біреулерге. Кімдерге? Дейді ғой сахабалар. Кімдерге Алла несі десе? Жақсы сөз айтатындарға дейді. Аузынан жақсы сөз шығатындарға дейді. Және адамдарға ас беріп тамақтандыратындарға дейді. Мына қараңыздар. Кетті ма? Үшіншісі ораза ұстағандарға дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ораза ұстаған. Осы пенделерге Алланың жәннатта беретін үлкен сыйлық үйі бар. Мысалға президент сізден разы болып, президент жаққа бармай қойып, әкім, Алматы облысының әкімі, ой бір керемет, ең қымбат жерден керемет үй дайындап, ой жаңағыдай хай-тек стиль, бірдеңе стиль, шірдеңе стилі, мощный қылып үй дайындап жатыр. Бүкіл әлемнің мықты архитектурларын жаңағыдай әкеліп. Ана үйді берген кезде не дейсіз о кісіге? Бір өмір бақи өзіңді қарыз сезініп өтесіз ғой, дұрыс па? Рахметіңді қалай жеткізеріңді білмейсіз ғой, дұрыс па? Ананы көрсең болды, ойбай алдында кішік болып қала бересің. Неге? Әлемдердің Раббысы, оның да Раббысы, Алматының, бүкіл әлемнің Раббысын Алла дайындап жатқан сыйлықты ойлап көріңіздер. Оған адамның ақыл санасы бірақ өкінішке орай жетпейді екен. Қараңыздар. Аллаға мыңда бір шүкір. Мына жаңа бүгінгі тойымыз, ауыз ашарымыз екі себеппен не деп жатыр ғой жаңа. Бірінші дастарханы бөлек екен дейді. Дұрыс айтады. Мына балықты қақтан алдыңыздар, Тынық мұхитынан келді ма? Тәп-тәп деген тікен жоқ. Енді қараңыздар. Мынадай қылып дастархан жаю оңай емес, құрметті бауырлар. Мынадай болып 450 адам түгілі 45 адамға әрең дегенде дастархан жаясың. Дұрыс па? Алла тағала нәсіп қылып жатыр бұл кісілерге осындай сауаптарын тек қана Алладан басқа ешкім білмейтін ұлы айда сауаптарын еселеп алуды нәсіп қылып жатыр. Сондықтан Алла тағала ризық несібелеріңізді арттыра берсін дейміз. Енді қараңыздар, азанда ауыз бекітіп жатқан кезде кешкісін Тынық мұхитының балығын жеймін деп ойладыңыз ба? Мен вообще ойламаппын бүгін балық жеймін деп мысалға да. Одан кейін палаумен добавить етеміз деп ше салат. Одан жаңа қара биенің қымызы бар, кола деген. Содан ұрамыз деп деген сияқты кете береді ғой енді. Айтайын дегенім, ешкім білген жоқ, таңертең ауыз бекітіп жатқанда осындай керемет дастархан күтіп тұрған, дұрыс па? Тек Аллаға тәуекел етіп аузымызды бекіттік. Кешкісін Алла бізді керемет ризық несібелерімен күтіп алды. Сіздер отырсаңыздар, мектеп, мына жерде мектеп бар, содан парта әкпеңдер. Қараңыздар. Алланың сыйлығын қараңыздар. Кішкентай уақыттың ішінде. Сәресіде бекіттік, кешкісін күшті дастарханмен бізді Алла күтіп алып жатыр. Біз Аллаға тәуекел еттік, Алла бізге өзіміз ойламаған нәрселерді беріп қойып жатыр. Аллаға мыңда бір шүкір. Әрдайым айтамын, Хасан Басри деген үлкен әулие табиғи кісі болған. Осы Рамазан айы болса керек, шәкіртіне айтқан ғой, бір кешкісін ауыз ашарға күшті қылып бір тамақ істеші деп ше. Сонымен ана ұстаз айтты ғой деп, ой, бар жан тәнімен, ықыласымен тамақ пісіріп, ішіне жаңа қосатынның бәрін қосып, ана жерден өткен сайын жаңағы тамақ жеген кеп тұрады ғой енді ауыз оразадан. Сонымен не керек? Ауыз ашардың уақыты жақындаған кезде шәкірті күшті қылып тамақты дайындап, тамақты неге түсіріп жатқан кезде есікті қағат дейді біреу, есікті. Жүгіріп барып шәкірті есікті ашса, бір апамыз кеп тұр дейді, әпкеміз. Қасында бір қоралы бала шағасы бар. Айналайын, біз
жесір әйел едік, мына баламыздың барлығы аш қарны, Рамазан айы мейірім айы ғой. Осы үйден бір тамақтың иісі шығып жатыр дейді да. Со бір тамақтарың болса берсеңіздер дейді ғой. Жаңа жарықтық енді Рамазан айында тамақ беру білесіздер ғой, жаңа сауабы деген. Ой, кет. Ана шәкірттің ойында қасқа ештеңе жоқ. Істеп атқан ұстазына бүкіл тамақты әкеледі де, жаңағы апамызға бала шағасына беріп жібереді ғой тамақты. Сөйтіп ұстаз ауыз ашар жақындап қалды. Жаңа кухняның жанына өтсе тамақтың иісі жоқ бағанағы. Что там дейді ғой, тамақ қайда? Ұстаздым ренжімеңіз, тамаққа бізден де мұқтаж адам бар екен, сол кісілерге беріп жібердім дейді ғой. Ойбай, ойлан өзің да, керемет тамақ өшке күтіп отырсың, уже примерно елестетіп жатсың, осын жеймін деп. Жоқ. Сонда жаңағы ұстаз ашуланады ғой енді Хасан Басри. Сен қызықсың дейді де. Мен берме демеймін, дұрыс, тамақ беру сауап дейді. Бер. Бірақ дейді. Айналайын жартысын беріп, жартысын алып қойсаң да күнәһар болмайсың ғой сен дейді. Неге бәрін беріп жібердің дейді. Деп анау деген енді ауыз ашарға тамақ жоқ деп енді бәрін айқайлап не қылып жатса бір кезде есік тағы қағылады дейді ғой. Есікті барып ашып қалса, жаңағы көрші үйдегі бір келесі бір шәкірті ұстазға деп ауыз ашарға күшті қылып тамақ дайындаған екен да. Бағанағыдан да әдемі екен ана тамақ ше. Сол жаңағы шәкірті тамақты әкеліп тұр, ұстаз көрдіңіз ба деп айтады дейді. Сізде ілім көп шығар деп айтады дейді, бірақ тәуекел жоқ екен деп айтады дейді. Менде ілім жоқ шығар, бірақ тәуекел бар деп айтады. Мен біліп тұрғанмын дейді да бірдеңен келетін. Міне келді дейді, көрдіңіз ба? Менікінен де әдемі тамақ келді дейді. Соқсап таңертең ауызды бекіткен кезде ешкім ойлаған жоқ, мынадай тынық мұхиттың балықтарын жейміз деп. Бірақ не? Алла тағала алдымызға біз ойламаған ризық несібелерді әкеліп қойып жатыр да. Сондықтан Аллаға не дейміз біз? Әрқашан рахмет деп айтамыз. Телевизорден, интернеттен көріп жатсыздар, анау Палестинадағы бауырларымыз парашютпен лақтырған тамақты жерден алып, ол шашылып қалып жатыр. Ботқамен ауыз ашып, ауыз ашқандар, ауыз ашпағандары бір жұтым сумен аузын ашып, сәресіде бір жұтым сумен қайтадан ауыздарын бекітіп жіберіп жатыр. Оны бәріңіз көріп отырсыздар. Неге көр? Алла оларды сол нәрсемен сынап жатыр, жоқшылықпен. Бізді осылай баршылықпен сынап жатыр. Енді Құдай жоқшылықпен сынамаясын демейсің ғой, енді бірақ баршылықпен сынаса дұрыс па деп қоясың кейде. Өйткені әйтеуір Аллаға әрдайым немізді айтып отырамыз, шүкірлігімізді айтып отырамыз ғой. Ана жерде көп адам сынып қалуы мүмкін да, Құдайға өзі ұнамайтын сөздерді айтуы мүмкін да. Алла біз не жаздық саған? Неге біздің деген сияқты Алланың сүймейтін сөздерін айтуымыз мүмкін. Алла одан сақтасын. Сондықтан мынау Рамазан айы баршамызға құтты берекелі болсын. Алла тағала мен берем дейді. Рамазанның сыйлығын мен берем дейді. Пендем аузын мен үшін бекітті, енді оның сыйлығын мен берем дейді. Ғалымдарымыз айтады, мен берем деген сөзі дейді, ешбір жаратылыс та, ешбір періште де ораза ұстаған адамның сыйлығы мен сауабын есептей алмайды дейді. Ана қараңыз. Сондай ұлы құлшылық бұл. Алладан басқа ешкім оразаның сыйлығын есептей алмайды дейді. Сондықтан Алла тағала бұның сыйлығын мен берем деп айтты дейді. Ана қараңыздар. Өйткені оразадан басқа құлшылықтың барлығы Құдай адамдарға істелген екен ғой. Өзін Құдаймын деген адамдарға жасалған екен. Қалай десеңіздер, бір кездері Перғауын өзін Құдаймын деп айтқан. Дұрыс па? Адамдар Перғауынға Құдай деп иман келтірген. Оған арнап сәжде қылған. Оның сарайларын тауап қылған. Оған малдарынан зекет шығарып берген. Бірақ ешкім Перғауынға арнап ораза ұстап бермеген екен. Перғауын ауыздарыңды бекітіңдер десе де, техничный бір жерге барып тығылып жеп аласың ғой мысалға. Перғауын көріп тұрған жоқ өйткені. Дұрыс па? А мына жерде біз ауыздарыңды Алла бекітіңдер деген кезде, күндіз жайлап үйде ешкім жоқ кезде холодильниктен барып ешкім жемейді ғой, дұрыс па? Неге? Өйткені Алла көріп тұр ғой, көрдіңіз ба? Алла көріп тұр деген нәрсе мына жаққа кіріп жатыр ғой. Бұл Рамазанда қатты кіреді бұл. Мені Алла көріп тұр ғой деген нәрсе Рамазан айында адамның жүрегіне қатты қонады екен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Алла мен ораза ұстаушының сыйлығын өзім берем деген осы екен. Ал оразадан басқа нәрселердің сыйлығы ол есептеулі. Оразадан басқа нәрселердің барлығы сыйлығы есептеулі. Неге? Өйткені Рамазандағы әрбір игі амал 10 еседен 700 есеге дейін, кейбіреулері 700-ден жоғарыға дейін жазылады дейді. Ал қараңыздар. 10-нан 700-ге дейін және 700-ден жоғары жазылады дейді. Мысалға деп айтайын. Тағы айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кімде-кім Рамазан айында бір нәпіл құлшылық жасаса, міне мынау ауыз ашар беру бұл нәпіл.
Аллаға жақындататын амал, нәпіл құлшылық деп аталады. Кімде-кім бір нәпіл жасаса, бұл Алланың құзырында парызбен бірдей болып жазылады дейді. Парыз амалмен бірдей. Яғни Аллаға қатты ұнамды болады дейді. Ал кімде-кім Рамазан айында бір парыз жасаса, онда ол 70 парызға көбейтіледі дейді пайғамбарымыз айтады. Қараңыздар, Рамазан айында бір парыз амалды жасау 70 парызға көбейтіледі. Енді бізде парыздар өзі 5-ақ қой. Иман, намаз, ораза, зекет, қажылық. 5-ақ парыз бар бізде. Оның ішінде Рамазанда істейтін, жалпы Рамазаннан тыста істеліне беретін қай амал? Намаз ғой, 5 уақыт намаз. Дұрыс па? Қазір міне құптан намазы келіп тұр, Құдай қаласа. Қараңыздар, мысалға, құптан намазына бардық қазір. Құптан намазына қатысқан кезде ол адамға неше намаздың сауабы жазылады? 10 намаздың сауабы жазылады. Неге 10 намаз? Өйткені біздің Мұхаммедтің үмметіне парыз етілген негізгі намаз ол 50 намаз. Кейін оны 5-ге түсіреді. Мұса пайғамбарға рахмет, Алла разы болсын. 5-ге түсірді, бірақ 5 уақыттың ішінде неше намаздың сауабы бар? 50 уақыттың сауабы бар, қажекелер. Ойбай, құрметті бауырлар, біліп алыңыздар. Меккеде жүре беріп қажекелер деген. Нұрлан имам деген сияқты. Демек, 50 намаздың сауабы бар. Жаңа шам намазын оқыдық ауыз ашып. Неше намаз ол? 10 намаз. Қазір құптан оқимыз, 10 намаз болады. Қараңыздар, қызық айтайын сіздерге. Оны жамағатпен мешітте оқығандығы үшін пайғамбарымыз дейді, 27 есеге көбейтіледі дейді. Ал кетті ма, қанша болды? 270 намаз болды, ана қараңыздар. Енді жаңа айтты пайғамбарымыз. Рамазанда әрбір парыз тағы 70-ке көбейтіледі деді. Кетті ма? 270-ті қанша көбейтеміз? 70-ке көбейтіңіздер 270-ті. 18.900 ба сондай болады. Дұрыс па? 18.900, 19.000 ғой енді. Ар жағына 1000-ды өзіміз қосамыз да, 20.000 мысалға да, бір намазда 20.000 намаздың сауабы бар екен Рамазанда. Ана қараңыздар. Бір күнде 5 уақыт намазды жамағатпен Рамазанда аузы берік оқыған кісі бір күнде 100.000 намазды оқығанмен бірдей сауабы болады екен. Ал, міне Рамазан осындай. Ағылда тегіл сауап алатын адам болса дейді ғой. Алатын адам болса деп атыр ғой. Бірақ біздің қолымыз тимей атады ғой, Рамазанда да қол тимейді ғой бізде. Көрдіңіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Мен саума Рамадан." Кімде-кім Рамазанның оразасын ұстаса, "Ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи." Алла оның өткен күнәларының барлығын кешіріп тастайды дейді. Енді қараңыздар, тағы айтады пайғамбарымыз: "Ешбір пайғамбарға берілмеген" дейді. Мынаны жаттап алыңыздар, өте маңызды. Ешбір пайғамбарға берілмеген, менің үмметіме ғана берілген, яғни біздерге ғана берілген Алланың Рамазанда беретін сыйлықтары бар дейді. Ал, соның ең біріншісі дейді, ораза ұстаушының аузынан шыққан жағымсыз иіс Алланың құзырында әкірден де құрметті болады дейді. Ал, ораза ұстаушының аузынан жағымсыз шықпай ма? Оны біреулер құртамыз деп сағыз шайнап жүр дейді. Болмайды сағыз шайнап оразада. Алла сіздің аузыңыздан сол иістің шыққанын күтіп жатыр сізден. Неге? Мақтанғысы келіп жатыр ғой. Көрдіңдер ма менің пенделерімді? Менің бір ауыз сөзімді жерге тастамай, менің парызымды орындап. Періштелерге мақтанады ғой. Көрдің ба, ане мәкеңді көрдің ба деп. Көрдіңіз ба? Деген сияқты. Және не дейді? Екінші сыйлығы дейді, Алланың бүкіл періштелері таң сәріде ауыз бекіткеннен бастап, кешкі міне ауыз ашарға дейін Алланың бүкіл періштелері ораза ұстаған пенде үшін кешірім тілеп тұрады дейді. Алла мына пендең аузын бекітті, кешір. Алла мына пендеңді кешір. Алла, бүкіл Алланың періштелері сіз үшін кешірім сұрап жатыр. Енді Алла кешірмей не істейді дейді ғой кешкі. Әр күн сайын Алла пендесін не істейді? Кешір алады екен Рамазанда. Ана қараңыздар. Кетті ма? Оған қоса басқа үмметке бермеген, менің үмметіме берген сыйлық дейді, пайғамбарымыз айтады. Рамазан айында менің үмметімді шайтан азғыра алмайды дейді. Көрдіңіздер ме? Ауыз бекіткен пенделерімді не істей алмайды дейді? Шайтан азғыра алмайды дейді. Ауыз ашқаннан кейін бірақ демек шеп қою мүмкін да енді. Ауыз ашқаннан кейін азғырылып қалу мүмкін, ауыз бекітіп тұрған кезде азғырылмайды дейді. Көрдіңіздер ме? Және дейді пайғамбарымыз айтады, Алла тағала аузын бекіткен адамдар үшін жәннатқа бұйрық береді дейді. Ей жәннат, әдемілен, әсемден көркей,
жер бетінен менің пенделерім ораза ұстап шаршап келеді, солар демалсын деп айтады екен. Жәннат бұрынғыдан да бетер әдеміленеді. Кімдер үшін дейді? Ораза ұстаған адамдар үшін дейді. Ана қараңыздар. Не деген сыйлығы, мынау деген Құдайым-ау, бір Рамазанда беріліп жатқан. Міне осы сыйлықтың барлығын алып қалуға бізде не бар екен, бауырлар, әпкелер, қарындастар? Мүмкіншілік толық бар. Бірақ сақ болсаңыз дейді. Ал қызық. Сақ болсаңыз. Неден? Имам Ғазали деген үлкен ғалым кісі айтады, ораза ұстаушылары үшке бөлінеді дейді. Ораза ұстау, мына жерде бәріміз отырмыз ғой, бүгін бәрі аузы берік, Аллаға шүкір, қабыл болсын. Бірақ ораза ұстаушылар үшке бөлінеді дейді. Ең біріншісі жалпы халықтың оразасы дейді. Ол қалай десе, тек қана аштықтан ғана тыйылған кісілердің оразасы дейді. Олардың оразасы енді Алла қабыл етсін дейді. Неге десеңіздер, өйткені олар дейді, асқазанын тек қана не болды? Ayta ver. Естіліп жатыр ма? Болды. Қане бәріміз бірге деп қойды, ойнап айтамын. Кетті ма? Тыныш тыңдаңыздар ал енді, аяқтап тастайық. Тып тыныш тыңдаңыздар. Ең бірінші топ адамдар дейді. Бұлар тек қана ішеуден, жеуден тыйылғандар дейді. Ішеуден, жеуден тыйылғандар дейді. Олар азаннан кешке дейін өсек айта береді. Или өсекті тыңдап отырады дейді. Или аяқтары күнәлі жерге барады дейді. Немесе қолдары WhatsApp-тан өсек айтады дейді. Көрдіңіздер ма? Көздері тыйым салынған нәрселерге қаралады дейді. Бұндай адамның оразасы жалпы халықтың оразасы болады дейді. Алла қабыл етсін деп атқан сол. Көрдіңіздер ма? Ал енді екінші топ адамдар бар дейді. Олардың оразасы ең әдемі ораза осыларды екен. Енді Құдай екінші топтан қылсын, қатиябы. Қараңыздар, екінші топ адамдардың оразасы бұлар дейді. Ішеуден, жеуден тоқтайды дейді. Сонымен қатар өсек айтудан, өтірік айтудан, ғайбат айтудан, өсек айтып атқандарды тыңдаудан, және де көздері харамға қараудан, аяқтары харамға барудан, қолдары харам нәрсені жасаудан, или өтірік қол қойып жіберіп сыбай деп өтірік ондайдың барынан сақталған дейді. Көрдіңіз, бүкіл денесімен не істейді дейді? Ораза ұстайтындар дейді. Ана қараңыздар. Демек, оразадағы мақсат, құрметті бауырлар, азаннан кешке дейін тамақтан тыйылу керек пе екен оразада? Жоқ. Оразаның руханияты мен мақсатын түсініп алыңыздар. Оразада адам бүкіл 12 мүшесіне ие болу керек. Бүкіл мүшесіне ие болу керек. Ең қатты ие болатын нәрсесі тіл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Қандай да бір пенде ораза ұстаса, бірақ тіліне ие болмаса дейді. Тіліне ие болмаса, оған азаннан кешке дейін аш жүрді деп жазылады дейді. Болды. Оған Рамазанның сыйлығы жоқ дейді. Көрдіңіздер ма? Отырып алып, өсек айтып, біреуді жамандап болмайды дейді оразада. Ол оразадан кейін ғана не істелінеді? Рұқсат етілмейді, етіледі дейін деп жатыр ғой. Вообще болмайды өсек өтірік айтуға. Ұсталып қалды біраз адам, оразадан кейін бастаймыз деп отқандар Құдай қаласа. Сондықтан бұл екінші топ адамдардың оразасы дейді, қараңыздар. Енді хотя бы осыдан болайық деп атқам сол. Аузымызға ие болайық, құлаққа ие болайық. Біреу өсек айтып атыр да, мен емес қой, главный өздері айтып атыр. Сіз де өсек айтқан адамның несіне кіріп кетесіз? Үкіміне кіріп кетесіз. Ана екеуін тоқтатпағандығы үшін мына құлаққа ұнап тұрды, әдемі кетіп жатыр өйткені. Жалғастыр, әдемі кетіп. Осы құлақта не арқалайды? Күні арқалайды. Көрдіңіздер ма? Ана екеуін тоқтатпағандығы үшін құлақта күні арқалайды. Кетті ма? Үшінші топ адамдардың оразасы. Үшінші адамдардың оразасы. Естіліп жатыр ма, бауырлар? Болды. Тыныш тұрсақ бәрімізге естіледі. Әлі қызық нәрселер бар, айтам Құдай қаласа. Үшіншісін айтпасайын енді. Терім қатып қалады. Үшінші топ адамдардың оразасы дейді. Бұлар
арнайылардың ішіндегі арнайылардың оразасы дейді. Енді білмеймін, қазір бұл жерде бар ма, жоқ па ондай адамдар. Олар былай екен. Рамазан айы келген кезде дейді, олар өздерінің жүректерін Аллаға тапсырады дейді, болды дейді. Олардың адамдармен әңгімелесетін уақыты жоқ дейді. 24-те 7 қаяқта болады дейді, Раббысының құзырында болады дейді. Азаннан қара кешке дейін ол Құран оқудан босамайды, кешкісін тарауықтан босамайды, түнде тахажжудтен босамайды дейді. Міне арнайы адамдардың оразасы осы дейді. Қараңыздар. Бұлар мысалға біз алысқа бармай қоя салайық. Өзі Рамазан айы, құрметті бауырлар, Құран түскендіктен қасиетті болған ай. Рамазан айы. Құран түскесін осындай құрметке ие болған ай. Сол Құран түскен айда не істеуіміз керек енді барлығымыз? Құран оқуымыз керек. Оқи алмайтындар тыңдау керек. Қаяқта тыңдау керек? Магнитофоннан ба? Жоқ. Тарауық намазына келіп тыңдау керек. Қари имамдар намазға шыққан кезде солардың артында ұйып тұрып тыңдау керек. Көрдіңіз ба? 8 ракағаттан кейін қашып кетуге болмайды. Жылына бір-ақ рет келеді Рамазан. Келесі жылғы оразада барсың ба, жоқсың ба, ол да белгісіз. Сондықтан биылғы Рамазанда не істеу керек барлығы? Тарауықтарда, Құрандарда тұру керек. Міне, арнайы адамдардың оразасы, құрметті бауырлар, Құран түскен айда Құран оқудан босамайтын адамдар дейді. Алысқа бармай қояйық, мына жерде имам Бұхари деген, Бұхара бар, мына жерде Бұхара қаласы, Өзбекстанда. Сол жерде имам Мұхаммад Бұхари деген кісі өткен. Сол кісі имам Бұхари Рамазан айында Құран кәрімді басынан аяғына дейін 90 рет қатым қылатын болған екен. 90 рет. Ойбай шулап кетті намазым. Көрдіңіздер ма? Сондықтан құрметті бауырлар, Рамазан айында не істеуіміз керек екен? Құран оқуымыз керек екен. Ауызашарға келген жақсы, ауыз бекіткен жақсы, Құран оқыса вообще жақсы. Бір бала жақсы, но бір бала одан жақсы дейді ғой. Дәл сол сияқты оразаны Құранмен тұздықтаса, ол нұр үстіне нұр болады екен. Аллаға мыңда бір шүкір дейміз, биылғы Рамазанға бізді жеткізген. Енді құрметті бауырлар, бір тынышталып жіберіңіздер, соңғы қиссаны айтам, сонымен болды, Құдай қаласа. Ана жерде қастандық ұйымдастырылып, светті де сөндіріп тастадыңыздар, е? Ну, ладно. Талха ибн Убайдулла деген сахаба болған. Талха ибн Убайдулла, пайғамбарымыздың сахабасы. Сол кісінің үйіне 2 кісі қонаққа келеді. Сөйтіп, ол екеуі Мәдина қаласында исламды қабылдап, пайғамбарымыздың жанында бірнеше уақыт бойы ислам ілімдерін үйренеді. Сөйтіп, бір күні ислам дінін жаюға жорық басталады. Сол жорыққа кетеді. Жорыққа кеткен кезде жаңағы Талханың үйіне қонақ болып келген 2 кісінің біреуі сол шайқаста шахид болып өледі екен. Яғни мерті кет, сол шайқаста қайтыс болады. Сөйтіп келеді, соғыстан қайтады, екеудің біреуі аман ғой енді. Сөйтіп жаңағы 1 жыл өмір сүреді, 1 жылы осы Мәдина қаласында өтіп, ораза айынан кейін қайтыс болады екен. Бір күні жаңағы Талха ибн Убайдулла түс көреді. Түсінде өзінің үйіне қонақ болып келген 2 кісіні көреді екен. Сөйтсе, ана 2 кісінің екіншісі бар ғой. Екіншісі жәннатқа бірінші болып кіріп бара жатыр дейді. Негізі ана біріншісі кіру керек қой, деймін, біріншісі шахид қой. Алла жолында қайтыс болған адам ол. Мына екіншісі кіріп бара жатыр дейді да. Сонымен сұрайды ғой. Ана оянып кеткеннен кейін кімге барып сұрайды бұны? Пайғамбарымызға барып сұрайды. Я Алланың елшісі, өткендегі бізге келген 2 қонақты білесіз ғой, а? Сол екеуі қайтыс болды. Бірақ мына біреу шахид болды, екіншісі 1 жылдан кейін қайтыс болды дейді. Бірақ қызығын айтайын дейді, түсімде екінші қайтыс болған кісі бірінші кіріп бара жатыр дейді. Ол қалай болған, я Алланың елшісі деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күлді дейді ғой. Ей Талха деп айтты дейді. Екінші кеткен кісінің бір Рамазаны артық емес па деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Пәленбай 1000 сәждесі артық емес па деп айтты дейді. Пәленбай 1000 садақасы артық емес па? Пәленбай 1000 деп 1 жыл бойы істеген игі амалдарының бәрін айтты дейді пайғамбарымыз. Көрдіңіздер ма? Демек, өмірдің ұзақ болуы не екен? Жақсы екен, Алла айтқанын істейтін болсақ. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям, «Хайрун нас мен тала умруху ва хасуна амалуху» дейді. Адамдардың ішіндегі ең жақсысы
өмірі ұзақ, амалдары жақсы болғаны дейді. Көрдіңіздер ме? Өмірдің ұзақ болғаны жақсы, егер де амалдарыңыз жақсы болатын болса. Ал енді хадистің екінші жағы шығады ғой, адамдардың ең жаманы кім ол? Өмірі ұзақ, күнәлары көп болғаны дейді. Өмірің ұзақ болса, күнәларың көп болса, онда ол өмір қасіретті өмір болады екен. Алла сақтасын. Сондықтан Алла бізге өмір берсін, Рамазаннан Рамазанға жете берейік, бірақ Алланың айтқанын істеп, Алланың бұйрықтарын орындап жете берейік. Әйтпесе, жер бетінде таңны атып, күні батып, өмірі кухня мен туалеттің арасында өтіп атқан адамдар былай, шаш етектен. Біз олардың қатарынан болмауымыз керек. Біз Алланың бұйрықтарын орындайтын, пайғамбардың сүннеттерін шамамыз жеткенше жасай алатын үмметтен болуымыз керек екен. Көп рахмет баршаңызға. Ауыз ашар қабыл болсын. Мына мәке өмірлеріңізге Алла берекет берсін. Алла тағала келесі жылғы Рамазанның